Қарлығаш бізге келе салған кезде бірінші күні сабақта қорқып дір етіп залдар бері жүріп коридорда анау көптің ортасында бір 20-30 адам болды, консультациясы бар, несі бар. Прям бүйтіп қорқып дірілдеп, не болды сен қызға, жүр кірсеңші деп жаңағы. Жоқ, мен қорқып тұрмын, басталды, паника басталды. Солай ғой, паническая атака. Паническая атака дей ма, құдай бір орысша бірнесін айтып. Короче, сосын симптом ғой. Ол мен үшін түк емес қой. Сосын сразу Қарлығашты жатқызып алдым да, давай деп нүктесін жасадым, себепті нүктесін. Әр симптомның себеп нүктесі бар. Себеп нүктесін жасадым. Қанша жыл ауырып жүргенсің? 1 жыл. 1 жыл ауырып жүрген Қарлығаш бармаған жерің жоқ, айтшы, қандай жер бар емделіп? Мен негізі бұл басталғалы былтыр 1 декабрь күні праздник болатын. Мен сол күні өзім нервничетіп сөйтіп шықтым да, праздник, бассейнға барайын, саунаға барайын, бассейнға бардым. Сосын бассейнға барып жүзіп шығып шыққан кезде бір құлағым, оң құлағым естімей қалды. Құлағым естімейді, түсінбеймін не үшін естімейді. Үйге барам, за рулем әрең келдім үйге келіп жатқан кезде уже давлением 180-ге көтеріліп құладым. Сосын скорыймен алып кетті, инсульт деді басында, потом вестибулярный аппарат кетіп қалды деді, сосын құлағыма операция істеді. Сөйтіп жүрген кезде сол аурудың салдарынан паническая атака басталды. Мен түсінбеймін, демала алмаймын, көзім қаратады, вообще бұрын страшно болатын. Сосын мен психологтарға жіберді, психологтарға да бардым, құлағыма операция істедім, неврологияға жаттым больницаға, бірақ кетпейді. Дем қысады, демала алмаймын. Қай кездерде қысады? Бір волноваться еткен кезде. Қазір бірақ волноваться еттім, бірақ нормально. Нормально өшті. Экранға шығасын десең, қорқып мен не айтам деп, бірақ ештеңе болмай тыныш отыр. Бұрынғы халде болсаңыз, кәдімгідей шошып кететін қысылып қалады. Сабаққа келген кезде. Сөйтіп сабаққа келгенде Қарлығаш қысылып қалды, өйткені ана қобалжулар көп адамның ортасында, еще менің сабағымды армандап келген, өзім осы аурудан айығайын деген бір арманмен, бір немен келген адам ана сабаққа келіп түсе салғанда біртүрлі паника атака уже басталды, сізде паника. Кейде қысады, дем жетпейді. Дем жетпейді, қысып, қорқыныш дейді. Содан кейін давай кеттік дедім, жатқызып. Сол моментте көп адам қарап тұр, тез себеп нүктесін жасап жердім. Яғни мына тұстың тұспа-тұс арт жағында себеп нүктесі. Соны жасадым, бірден жеңілденіп қалды. Қазір міне сабақтың қазір ашылды. Сразу ашылды, Сабақ жалғасқанына қазір 2-ші апта келді. Алдында дүйсенбі басталғанбыз ғой, мына дүйсенбі, тура 2-ші апта. Қарлығашта бірде-бір ондай болған жоқ, Болған жоқ. Жақсы, енді 1 жылда қанша ақша кетірдің? 1 жылда операция бәрін қосқанда примерно 2 миллиондай кетті. 2 миллиондай кетті. 2 миллиондай кетіп, жазылмаған ауруын сабақ үстінде, сабаққа келіп сабақ тыңдаймын деген қызды ауырып тұрған жерде сол сәтте бір нүктемен емдей салды. Ғажап. Мен осындай сабақты қанша білім алып жатырмын, осындай білімді бірінші рет өмірімде өкінбейтін нәрсе алған сияқтымын. Ең керек нәрсе, маңызды нәрсе сияқты. Қанша білімнің арасында ең керек білім осы деп ойлаймын. Любой адамға. Қандай білім алдыңыз? Қандай инсайт алдыңыз? Инсайт өз ауруды өз қолымызбен істеп алады екенбіз. Тұрмыс тіршілік, сонымен ұйқы қанбайтын, көңіл күй, соның бәрін. Бірақ еммен емдесе болады екен соның бәрін. Қанша біз бар, бірақ себеп, бір себеппен ғана емдеуге болады екен. Осы сабақта ғана түсіндім соны. Түсіндіңіз, Бұдан кейін өмірге деген көзқарас, құлшыныс өзгерді. Бір мысалы инсульт, жаттым инсультта больницада. Көрген кезде одан сайын қорқыныш. Дірілдеп, вообще, судай паническая атака басталды. Ауа жетпейді, врачтар білмейді ол кезде паническая атака екенін. Кеп кислородны кіргізіп қояды, одан сайын дем алмаймын. Енді оказывается, енді қазір көзқарасым өзгерді. Инсульт, ауруға деген көзқарасым өзгерді. Өмірге деген. Қай жерден келдіңіз? Мен негізі осы Талғардан, Жолдасыңыз не дейді қазір? Біле ма сіздің осындай жақсы күйде жүргеніңізді? Айттың ба? Қазір менде жоқ ол чувство деп айттың ба? Ой, жақсы болды деп қуанып Жақсы болды деп қуанып жүрмін. Ол аяқ қолымды ұйқылай бастайды сразу. Жаңағы басталғанда, Өйткені аяқ қолым үй бастайды. Біз себебін зерттеп көрейікші. Енді себепті нүкте деп неге қойдым бұл емнің атын? Өйткені сол аурудың себебімен күресейік. Себепті әр ауырып тұрған жүйенің өзінің нүктесі бар. Соны емдейміз, және адамның бойында қуат кеткеннен адам ауырады. Сол үшін Қарлығаштың сол кезде қуаты қалай кетті, давление көтеріліп қалай инсульт алғанын талқылайық, Өзін нерв етіп келдім деді. Яғни семья жағдайында жеке басында кішкене нерв ететін, ашуланатын, жынданатын шаруа болды дейді. Сөйтті жаңағы суық бассейнге түсті. Бассейннің градусы по-любому адамның дене температурасынан төмен, дұрыс па? Сөйтті де жаңа өзің ашуланып, жынданып келген кезде давление көтеріледі ғой.
жаңағы давление көтерілу, сенің ашуызаңнан болып жатқан дүниенің бәрі салдар ғой. И бардың да суық бассейнге түстің, сосын кейін не болды? Қан тамыр жіңішкерді, фук етіп бір тамыр жарылды, сосын инсульт алдың, құлағың естімей қалды. Солай ғой? Иә. Бірақ ол кезде бұлар түсінбейді ғой ондайды. Тек қана сол инсультпен, давлениемен, салдармен күресіп жүрдің. Себебін түсінбейді сенің денең мұздағаннан, дұрыс та? Ашуланғаннан денең мұздап келді, содан кейін барып суық бассейнге түстің, одан құлағың естімей қалды, одан кейін жаңағы паника болды, одан инсульт болды, одан суық система укол салдың, одан мұздай бердің. 6 ай система укол салдың ба? Ужас. Содан ары қарай бұл кісінің ауруының үстіне ауру жамап, сонымен салдармен күрескеннен ешқандай салдар болмайды, тек себептен салдар болады. Мен сабақта бәрін түсіндіремін ғой, сол үшін құрметті халқым, сабақ тыңдаңыздар, ең дұрыс. Солай ғой, халыққа не айтасың, айтшы? Ең дұрысы келіп тыңдаған дұрыс екен. Өйткені мен келмесем оны түсінбейтін едім әліге шейін. Келіп осы 10 күн сабақ тыңдаған арқасында, әлі де 2 күн қалды, сол сабақ тыңдаған арқасында көп көзқарастарыңыз өзгереді. Аурудың алдын аласыздар деп айта аламын. Ауру болғанда өзіңді өзің емдеп аласыз. Өзіңді емдеп аласыздар, оны қалай ауруға өзіңді жеткізбеу керек екенін түсінесіздер. Ауырып қалған жағдайда себеппен күресуді түсінесің, және қартаюдың алдын аласыз. Қартаюдың алдын аласыздар. Жалпы осы өмірде қалай өмір сүру екенін үйретесіз. Иә, дұрыс. Не жағы адамның қасиет жағынан бәрін айтып жатырмын ғой, шамам келгенше, иә. Білгенімнің түгін жасырмай айтып жатырмын ғой. Даже жаңа ғана тыңдаған сабақта информацияны әкеліп тыңдап беріп айтып беремін. Мен күндіз-түні сабақ тыңдаймын ғой. Иә, сонымен мінекей Қарлығаш сіңіліміз әп-әдемі болып отыр, топ-томпақ болып. Аурудан айығып. Гормоналдан кейін вес қосып алдым еще. Гормонал қазір тоқтаттың ғой, ешқандай дәрі ішпейсің ғой? Қазір дәрі ішпеймін. Иә, ешқандай дәрі ішпеймін. Маған келгенге дейін дәрі ішіп жүргенсің, иә? Иә, маған келгенге дейін дәрі ішіп, бір апта болды, дәрісін үзді. Невроз ғой сенің ауруың, былайша айтқанда. Негізі паническая атака невроз деді. Невроз ғой, иә. Біз бұны Қарлығаштан бұрын қанша невроз демдедік. Вообще көпшіліктің ортасында отыра алмай, жаназаға қатыса алмайды, ас беруге бара алмай, тойға, қонаққа бара алмай жүрген бір кісіні 30-нешінші шағында, 38 ба 37-ші шағында тоже бір кісіні Семей жақтан келді ма, Қызылордадан келіп емдеп жүрген. Жоқ, Шымкентті көтереді. Сол кісі, сосын аны Қаскелеңдегі кім деген, Бақытгүл деген қызды емдедік, невроз. Сондықтан невроз болған аурулар ешқандай қорықпаңыздар. Бәрінің емі бар. Қарлығашымыз қазір жап-жақсы. Сізге рахмет, Қарлығаш. Сізге рахмет. Өстіп, мына мен пациенттерді не үшін алдыма шақырамын? Мен айтам, өзіңізден өткен опытты неге халыққа айтып түсіндір. Мен осы қарапайым нүктелі, қарапайым күтім тұрмыс тәртіпті дұрыстау арқылы ауруымнан айықтым деп айтуым, ол басқа өзің сияқты ауырып жүрген, ем таппай жүрген адамдарға сауап қой. Иә. Солай ғой, сол үшін ғой мен менің бизнесімді жүргіз, мен олай ниетті емес, менің ниетім бүкіл халықты осы емді үйретіп тастау. Енді 2 күн сабақ бар бізде. Жедел жәрдем сабағы бар ертең. Жедел жәрдем көрсеттім ғой саған кеше. Сосын кейін тағам жайлы сабақ бар, одан кейін балалардың денсаулығы жайлы тақырып қозғаймын. Сонымен 3 күн сабақта сабақ бітеді. Әр айдың 10-нан 20-сына дейін сабақ бізде. Келіп оқыңыздар, үйреніңіздер, аурудың алдын алыңыздар, саулықты сақтауды үйреніңіз. Денсаулық деген не, демсаулық деген не түсініңіздер. Рак деген ауру не, жалпы ауру неден пайда болады, ол ауруды қалай айықтыру керек, барлық аурудың себебі бір себеп екенін түсінесіздер. Көп ауру бір себеп қой біздің негізі айтатынымыз. Иә, сол бір себеппен күресек барлық ауру айығып кететініне келіп сабақ тыңдап, осы орталықта келіп ем алсаңыздар көздеріңіз жетеді. Және оқып алыңыздар, әрбір қазақтың семьясында бір себеп нүкте маманы болу керек, иә? 5 жыл медицинский оқығанша бір 10 күн семинар алған өте қайда пайдалы деп ойлаймын. Енді жалпы қарапайым халыққа. Жақсы. Иә. Жақсы, онда аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Қарлығашымыз ауырмасын. Баршаңызға денсаулық тілеймін.